Ажал жетпей ешкім өлмейді. Ажалың жетесің, одан кейін өлесің. Ай бейшара, ажал жетпей өліп кетіпті деп қояды. Сондықтан біз кей кезде өзіміздің сөйлеп бұл дінімізден кішкене кеш қалуымызға байланысты, діннің мағынасын білмеуімізге байланысты, Аллах тағалаға деген нанымыздың дұрыс еместігіне байланысты біздің сөзіміз де бұзыла бастайды. Адам баласы қандай нанымда болса, адамның иманы қандай болса, сүретін өмірі тура сондай болады екен. Одан басқа ешқандай айырмашылық жоқ екен. Енді сондықтан бұл жаңағы өлген жерде жылауға байланысты осы мәселелер айтып кеткен. Одан кейін пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламнан жеткен және бір хадисте пайғамбарымыз айтқан екен дейді. Бұл Абу Муса ал-Ашаридан жеткен хадис. Пайғамбарымыз бария минас-салиқат уал-халиқат уаш-шаақат дейді. Пайғамбарымыз дейді, өлген жерде дауыс көтеріп жылайтындардан, шашын алып тастайтындар, арабтар сондай болған, өлген жерде шашын алып тастайтындардан, және уаш-шаақат киімін жыртып осындай бір нәрсе істейтіндерден алыс қатынасы жоқ дейді пайғамбар. Оларға жоламайды да пайғамбар дейді. Сонда шынымен де өлген жерде біз сабырлық көрсетуіміз керек. Киім жырту, жаңағы шашты жұлу, айқайға салу, жоқтау айту, бұл нәрсе болмайды. Ол нәрсе тек қана өліктің өзіне де қиындық береді, одан кейін өзімізге де зардап алып келеді екенбіз. Енді келесі нәрсе, өлген жерде істелінетін және бір нәрселердің біреусі өлген кісі туралы. Ол мұсылман кісі бола ма, басқа кісі бола ма? Мұсылман кісі болса тек қана жақсы сөз айтуға тырысуымыз керек. Жақсы сөз айтуға тырысуымыз керек. Бір күні пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам сахабалармен бірге болған еді. Сахабалармен тұрған кезінде қастарынан бір жаназаны алып өтеді. Өлген кісі мәйітін алып өтеді. Өтіп бара жатқан кезде тұрғандар ол кісі туралы нашар сөздер сөйлей бастайды. Ай, бұл кісі кішкене нашар еді, осындай тірліктері бар еді дейді. Сол кезде пайғамбарымыз 3 мәрте олардың сөзін естігеннен кейін уаджабат, уаджабат, уаджабат деп айтқан екен. Міндетті болды, міндетті болды, міндетті болды деп 3 мәрте айтады. Біраз уақыттан кейін көп ұзамай екінші мәйітті алып өтеді. Екінші мәйітті алып өткен кезде тұрған кісілер қайтадан әңгіме айта бастайды. Бұл кісі жақсы адам еді, шынымен де жақсылықтары көп еді, адамдарға пайдасы тиген еді деген кезде пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам және де 3 мәрте уаджабат, уаджабат, уаджабат деп айтады. Кейіннен кейін пайғамбарымыздан сахабалар сұрайды: "Я Расулаллах, сіз 3 рет міндетті болды, міндетті болды, міндетті уәжіп болды деп айттыңыз. Не нәрсе уәжіп болды деген кезде, сендер бірінші адам туралы жаман адам еді деп айттыңдар, оған дозақ уәжіп болды, екінші адам жақсы деп айттыңдар, оған жәннат уәжіп болды деген екен" дейді. Негізі адам біледі кім жақсы, кім жаман екен. Пайғамбармен соғысып атқан адамдардың өз пайғамбардың жақсы екенін білген де. Пайғамбарымыздан соғысып атқандар тығылып келіп пайғамбардың дуалының артында тұрып түнмен Құран тыңдайтын болған. Түнде ұйқысын бөліп. Бірақ күндіз пайғамбарға қылыш көтереді. Олар біледі негіз. Сондан біздің басты мақсатымыз жақсы өмір сүру. Адамдар не дейді, мақтай ма, даттай ма, таптай ма, омен шаруамыз болмасын, ең бірінші Құдаймен болған қарым-қатынасымызға дұрыс көңіл бұруымыз керек екен. Өйткені біз өлген кезде бәрібір белгілі қандай адам болып кеткеніңді. Аллах біледі, Аллах Тағала сол күйінде сен қалай өмір сүрсең, солай алады, қалай өлсең, солай тірілтеді дейді. Сонда пайғамбарымыз жақсы деп айттыңдар бір адамға, оған жәннат уәжіп болды, жаман деп айттыңдар бір адамға, оған дозақ уәжіп болды дейді. Кейін айтады: "Антум шухадауллахи фил ард, антум шухадауллахи фил ард." Сендер Аллахтың жер бетінде куәгерлерсіңдер дейді. Өйткені адам біздің арамызда өмір сүрген. Біз білеміз ол қалай өмір сүрген. Жақсы ма, қандай екен білеміз. Сонда шынымен де біздің оларға айтқан сол жерде жақсы сөздеріміз қажет екен. Хадисте келеді: "Улкуру махасина маутакум", өліктеріңнің жақсы жағын айтыңдар дейді. Өліктерінің дейді, мұсылмандарға айтып жатыр. Мұсылман емес болып өліп қалған болатын болса, оның жамандығын айтуға болады. Не мақсатта? Әшейін қараптан қарап сөз айту үшін емес, елді сондай жамандыққа ұшырап кетпесін деген насихат мақсатында екен. Және де бір мәселе, өлген жерде өлген кісіні сүюге бола ма, болмай ма деген мақсатта. Өлген кісіні сүю негізі шариғатта бар, бірақтан оның бізде бір мәселесін естен шығармауымыз керек. Бізде өлікті ұстап қалады. Өлікті ұзақ ұстамай, бұрын кезде мұсылманшылдар ұзақ ұстамайтын, бірінші мүмкіндігінде көметін, ешқандай себептер болмаса, ондай жаңадан өлген кісінің сүю бар екен. Өйткені келеді, "Қамбара Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Осман ибн Мазун" дейді. Фаламмамат Осман ибн Мазун деген сахабасы қайтыс болған кезде пайғамбарымыз оны сүйгендігі бар. Және Абу Бакр Сыддықтың да пайғамбарымыз қайтыс болған кезде "Я набияху, я сафияху", ей Аллахтың елшісі, ей Аллахтың таңдаулысы деп, жаңа құблатан байна айнайхи, маңдайынан сүйген деп келеді.
Яғни мұсылман кісінің өлігін сүю бар. Бірақ егер өлік ұзақ ұстап қалатын болса, ұзақ ұстауға байланысты оның иісі, түсі бұзыла бастаса, онда сүюден сақ болу керек. Өйткені ол кезде оның денесінде у пайда бола бастайды екен, ол денсаулыққа зиян береді. Бұдан да біз көреміз өлікті ұзақ ұстаудың қажеттілігі жоқ екендігін. Және де біз осы жерде бір тақырыпқа қосып кетейік. Жаңа біз айттық, лаққину маутакум ла илаха иллаллах, өлейін деп жатқан кісілеріңе ла илаха иллаллахты айтқызыңдар деді. Бұл өлейін деп жатқан кездегі тұста мен бұл нәрсені қосып кетейін деп жатқаным, бізде жиі сол нәрсе істелінеді, соның мағынасын дұрыс түсіну үшін. Кез келген мәселеде дұрыс түсінуге тырысуымыз керек. Шариғат өзі оңай, мұқият көңіл бұрсақ болды. Мұқият көңілі бұрғысы келмейтіндер қателесіп жүреді. Әруаққа сиынуға болмайды десең, былай шығады да әруақ жоқ деп жатыр дейді. Өйткені ол түсінгісі келіп тұрған жоқ. Ол тыңдағысы келіп тұрған жоқ. Ол семен ерегісіп тұрды. Оның ішінде көре алмастық, тәкаппарлық тұр. Былай шығады да, анау уахабис екен, әруақ жоқ деп айтты дейді. Жер бетінде әлі бірде-бір мұсылман жоқ, сіздерге айтайын, әруақ жоқ деп айтқан. Бірақ әруаққа сиынба деп айтып жатқандары бар, өйткені сиынуға бір ғана Аллах лайықты. Сол үшін бұл нәрселерді мұқият тыңдасақ, кез келген нәрсені ажыратуға болады екен. Бұл жерде енді айтайын деп жатқаным, өлер кездегі істелінетін істердің біреусі, біздің осы Қазақстан жерінде ол нәрсе істелінеді. Өйткені оған байланысты хадис те бар. Бірақ бұл хадис заиф, бірақ оған заиф болса да хадис аты болғаннан кейін амал істеп жатқандар бар. Иқрау ясин инда маутакум деп келетін хадис, өліктерінің қасында Ясин сүресін оқыңдар. Осы хадиске бірінші мағыналық тұрғыда көзқарас салайық. Маутакум деп келген, бұл мәйит сөзінің көпше түрі. Араб тілінде өлімді маут дейді, өлген адамды мәйит дейді, қазақта мәйит дейміз ғой. Сол араптан келген сөз. Пәленшенің мәйит табылды, түгеншенің мәйит табылды деді ғой. Өлік табылды деген, труп табылды деген сөз. Арабтың сөз. Мәйит жекеше түрі, бір өлік болып тұрса, маута бұл көпше түр. Көп өліктер деген сөз. Енді бұл жерде алып қарайтын болсақ, иқрау ясин инда маутакум, өлгендерінің қасында ясинді оқы деген кезде біз былай деп түсініп қалуымыз мүмкін. Араб тілін терең білмейтін адамдар үшін. Тікелей перевод жасауымызға байланысты, өліп қалған адамның қасында Ясин сүресін оқы деп түсініп қалуымыз мүмкін. Сол себепті біз көбінесе Ясинді не? Қабір басында оқып қаламыз. Бірақ бар, кей кезде бұл хадисті дұрыс түсініп, оны өлейін деп жатқан адамға оқитын. Бірақ онда да бірнеше шарттар сақталмай қалады. Бірінші, бұл жерде жоғарыдағы хадисті айтып кеттік. Өліктің жекеше түрі мәйит екен, көпше түрі өліктердің болатын болса маутакум екен. Онда жоғарыдағы хадисті алып қарайық. Лаққину маутакум. Burada маутакум сөз келді ғой. Ла илаха иллаллах. Өліктеріңе деп аударсақ, өліктеріңе ла илаханы айтқызыңдар дейді. Бұнда хадисте мағына жоқ қой. Өлің адам бірден айта ма саған? Онда бұл хадисте маутакум деген сөз арабта тек қана өлген адамға қолданбайды. Өлейін деп жатқан адамға қолданады екен да. Өйткені бәрі өлесін. Сол айтқандай, өлейін деп жатқан адам бітті, ол өлік. Арабтарда мәйит сөзі, маутакум сөзі тек қана өлгенге қолдана бермейді. Оның қолданысы шектеулі емес, өлейін деп жатқан адамға да қолданады екен. Ондай болатын болса, иқрау ясин инда маутакум деген сөз өлген адамға деп түсіне беруге болмайды. Өйткені ол жерде өлейін деп жатқан адамға деп алсақ та болады екен. Ғалымдар өз солай түсінік береді. Неге? Бірінші, Ясин сүресін бұл жоғарыда хадистің ұқсасы екен. Лаққину маутакум ла илаха иллаллах. Өлейін деп жатқан адамдарыңа ла илаха иллаллахты айтыңдар деген деп түсінетін болсақ маутакум сөзін, онда иқрау ясин инда маутакум деген сөзді өлейін деп жатқан адамдарыңа Ясин сүресін оқыңдар деп түсінеді екенбіз, өліп қалған адамға деп түсінбейді екенбіз. Бұл бір.